Павлодар мен Қарағанды шенділері 17 000 гектардан астам жерді бөлісе алмай жатыр. Бір қызығы екі аймақтың да атқамінерлері бұл жерді шаруаларға беріп тастаған. Осының салдарынан жер учаскесінде екі бірдей қожайын пайда болды. Ақыры жер алған фермерлер жапа шегуде. Тіпті шаруашылық егерлері бір-біріне қоқан лоққы көрсетуге басты. Фермерлерді жерге таластырып қою билік өкілдерінің жауапсыздығы ма? Мәселенің мән-жайын тілшіміз Өзгеріс Қуанар анықтауға тырысты. Бұхар Нұрлан Баянауыл ауданы Ұзынбұлақ ауылының тұрғыны. 2013 жылы осы ауылдың жанынан 1400 гектар жер алып, шаруа қожалығын ашқан. Алаңсыз мал бағып келген жеріне осыдан бірнеше жыл бұрын жаңа қожайын пайда болыпты. Фермер алған жер Қарағанды облысымен шекарада орналасқан. 2019 жылы мен жерімді алып, бір Қарағанды облысы Осакаровка ауданының бір шаруашылығы келіп, жыртып тастайды. Менің де өз жоспарларым болған, шетелден мал әкеліп, өз былай қарағанда өз жайылымдық жер ғой, жайлау. Мен де тығырыққа тіреді былай айтқанда. Бұл ауылда тығырыққа тірелген жалғыз Бұхар ғана емес, елді мекен аумағындағы 5 шаруа қожалығы жапа шегіп отыр. Малмен ғана күнелтіп отырған халық енді не істерін білмей абдырап қалды. 200 гектар жер жыртқан кезде өздері келіп орган адамдарымен, как положено, органдармен біз сендер осы құртамыз деп бізге қаққан ой жасап, сосын айттым, мінекей, әкелін мен сияқты документтерін әкеліңіздер. Оларда ешқандай документ мен әлі осы уақытқа дейін әлі көрген жоқпын. Ал жерге жауапты павлодарлық шенділер дауға қалған жер телімі Баянауылға тиесілі екенін жеткізді. Мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесінде даулы жер Павлодар облысының, соның ішінде Баянауыл ауданының шекарасына деп көрсетілген. Қарағанды облысының шекарасында белгіленбеген. Бұл деректер жер телімінің Павлодар облысына қарасты екенін растайды. Ал қарағандылық атқамінерлер болса павлодарлық әріптестерінің сөзін жоққа шығарды. Ал Павлодар облысына берілсін деген қазіргі таңда ешқандай қаулы және шешім жоқ. Ол жұмыс картасы бар, бірақ жұмыс картасы ол құзыретті органдармен бекітілмеген. Сондықтан да оны ол Павлодар облысына кетті деген шешім жоқ болғаннан кейін оны ол жақтың жері деп айтуға да болмайды. Десе де екі аймақтың шенеуніктері бір шешімге келе алмады. Мұрағат деректерінде бұл жердің нақты қай облысқа қарайтыны анық көрсетілмеген. Бірақ 1984 жылғы картада даулы жер Павлодар облысының аумағында деп белгіленіпті. Енді 17 000 гектар аумақтың қай облысқа қарайтыны сотта қаралмақ. Өзгеріс Қуанар, Арман Екеуов, Астана Таймс, Павлодар облысынан.